Сәлем достар, бүгін сіздермен баунти пирогының рецептісімен бөлісемін. Бізге керек жұмыртқа, қант, сүт, какао, ұн, сұйық май, қамыр қопсытқыш. Жұмыртқа мен сары майды миксерлейміз. 2-3 есе ұлғайып, ақшыл пена тәріздес масса болғанша, енді кемінде 10-15 минуттай уақыт алады. Сүтті және сұйық майды құйып миксерлейміз. Бөлек ыдыста ұнды, какао, қамыр қопсытқышты араластырамыз. Сұйық массамызға ұнымызды салып, миксердің ең аз жылдамдығында араластырамыз. Көп емес, барлығы біркелкі болып араласқанша шамамен 10-15 секундтай, немесе лопаткамен жоғарыдан төмен қарай араластырсаңыздар да болады. Формамыздың астына пергамент қағазын төсейміз, жандарына май жағып қажет емес. Менде 24 см диаметрде, бірақ 20-22 см диаметрде болса, ол сәл биіктеу болады, яғни біздің корждарымыз. Бірақ маған биік корж қажет емес болды, сол үшін мен 24 см диаметрде алдым. Енді осы массамызды құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Баунти салмасына сүт, манка, қант, сары май, кокос жаңқасы, ванильді қант. Асты қалың кастрөлге манка, қант, сүтті салып араластырамыз. Газымыздың астын орташа отқа қоямыз, осылай анда-санда араластырып тұрамыз. Міне видеода көрсетілгендей қайнап бастағанда астын өшіреміз. Кокос жаңқасы мен жұмсақ сары майымызды салып, сары майымыз ерігенше араластырамыз. Енді біздің корждарымыз суығаннан кейін осылай пышақтың көмегімен, кейін мен жіптің көмегімен де осылай коржды 2 бөлікке бөліп алдым. Егер де сіз 20-22 см пісірсеңіз, сіздерде корждарыңыз биіктеу болады және де кесуге де ыңғайлы болады. Міне біздің осындай әдемі корждарымыз шықты. Қараңыздаршы, қандай пористі, өте нәзік корж. Баунти пирогымызды жинаймыз. Бірінші коржымызды қойып, оның үстінен жылы сүтпен пропитка жасаймыз, яғни жылы сүтпен жағып шығамыз. Сіздер тәтті болсын десеңіздер, жылы сүтке кішкене қант қоссаңыздар да болады. Көп те жағып керек емес, өйткені коржымыз езіліп кетеді. Пропитка жасағаннан кейін бірден өзіміздің кокос жарынасына жасаған кремімізді саламыз, тегістеп шығамыз. Екінші коржымызды үстінен қойып, оған да пропитка жасаймыз, жылы сүтпен жағып шығамыз. Тоңазытқышқа салып қоямыз. Пирогымыз тоңазытқышта тұрғанша біз үстіне құятын шоколадымызды жасап аламыз. Ол үшін кез келген шоколад, сүт және сұйық май керек. Араластырып, водяной баняда ерітіп аламыз. Тоңазытқыштан пирогымызды алып, үстінен ерітілген шоколадымызды құйып, тегістеп, тоңазытқышқа кемінде 4 сағатқа салып қоямыз. Пирогымыздың үстіне мен ұнтақталған шоколад пен кокос жаңқасын сеуіп шықтым. Міне біздің баунти пирогымыз дайын болды. Дәмі енді күшті, айта алмаймын сіздерге. Тура баунти шоколадын жеп отырғандайсыздар. Енді жасалу жолы оңай, бірақ дәмі керемет, нәзік, тәтті. Мен бұл пирогты қонақ күткенде жасадым. Енді барлығы тамсанып жеп қойды. Бірде-бір кусочкта қалған жоқ қой, сіздерге шын айтайын, барлығына ұнады. Тура баунти сияқты деп айтты. Енді осы пирогты жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды. Лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет.